Сәлеметсіз бе? Менің есімім Айман Құрбанбаева. Бүгінгі видеода алимент мәселесін қарастырамыз. Алимент неке және отбасы кодексіне сәйкес бір адамнан екінші адамға ақшалай немесе материалдық асырауға міндеттеу. Яғни, алимент асырау үшін ақшалай көмек екені бәрімізге белгілі. Алимент кімге төленеді? Кәмелет жасына толмаған балаларға, ерлі-зайыптылардың біріне және бұрынғы ерлі-зайыптылардың біріне, кәмелет жасына толған, бірақ еңбекке жарамсыз балаларға және кәмелет жасына толған балалардың еңбекке жарамсыз ата-аналарын асырауына төленеді. Ата-аналары кәмелетке толмаған өз балаларын асырауға міндетті. Осы асыраудың тәртібі мен нысанын ата-аналардың өздері анықтайды. Ата-аналары алименттерді төлеу туралы келісім жасауға құқылы. Егер ата-анасы балаларын асырауға ақша ұсынбаса, бұл сотта келісім мен немесе ата-аналардың бірі алименттерді төлетуге сотқа талап бермесе, онда талапты қорғаншылық және қамқоршылық органына бере алады. Егер осындай келісім ерлі-зайыптылар арасында болмаса, немесе ол балалардың ерлі-зайыптылардың бірінің мүдделеріне қайшы келсе, онда осы мәселелерді сот анықтайды. Ата-ана құқығынан айырылған ата-аналар баланы асырауға алименттер төлеуге міндетті. Келісім алименттерді төлеудің ерікті тәсілі. Ал сот бұйрығы бойынша алимент өндіру мәжбүрлі әрекет. Оған талап арызы негіз. Заңға сәйкес ерлі-зайыптылар бір-бірін материалды қолдауға міндетті. Баланы асырауға қаржыдан басқа ері немесе зайыбын, немесе бұрынғы ері немесе зайыбын асырауға қаржы талап етілетін бір қатар жағдайлар бар. Егер келісушілік немесе келісім болмаса, онда алименттерді төлетуге сотқа талап арыз беріледі. Олар еңбекке жарамсыз мұқтаж ерлі-зайыптының бірі. Жүктілік кезінде зайыбына және ортақ бала туғаннан бастап 3 жыл ішінде бере алады. 18 жасқа толғанға дейін ортақ мүгедек баланың күтімін жүзеге асырайтын мұқтаж зайыбы. Сонымен қатар, балаға 18 жас толған бірінші-екінші топтағы мүгедектігі анықталған болса, сотқа бере алады. Алимент мөлшерін және төлеу тәртібін сот арқылы анықтайды. Егер де ерлі-зайыптының бірі маскүнемдікке салынса, ерсі қылықтармен өзін-өзі көрсетсе, өзін лайықсыз ұстаса және қасақана қылмыс жасаған болса, алимент төлеп отырған екінші ерлі-зайыбы алимент төлеуден бас тартуға құқысы бар. Еңбекке жарамды ата-аналар көмекке мұқтаж өздерінің кәмелетке толған еңбекке жарамсыз балаларын асырауға міндетті. Бұл жағдайда келісім болмағанда алименттер мөлшерін сот отбасының материалдық жағдайына байланысты анықтайды. Егер ата-аналардың арасында келісу және келісім болмаса, онда төлем тәртібі мен мөлшерін сот анықтайды. Бұнда екі ата-анасының да материалдық жағдайы және өзге де шарттарды ескеріледі. Алименттер нақты шығындарға, сондай-ақ алдағы болашақ шығындармен ескертіледі. Еңбекке жарамды кәмелетке толған балалар еңбекке жарамсыз мұқтаж өз ата-аналарын асырауға және оларға қамқор болуына міндетті. Егер балалар еңбекке жарамсыз ата-аналарын келісім бойынша ерікті асырай алмаса, онда ата-аналары сотқа алименттер талап етуге өтініш бере алады. Мұқтаж ата-аналар барлық балаларынан алимент өндіре алады. Кезінде өз міндеттемелерін орындамаған ата-аналар, болмаса өз ата-ана құқығынан айырылған ата-аналар алимент өндіре алмайды. Алимент төлеу туралы келісім қалай жүргізіледі? Келісім жазбаша және нотариалды куәландырылады. Ерлі-зайыптылар өзара алимент төлеу мөлшерін келіседі. Келісімде алимент төленетін күні белгіленеді. Төленетін алимент мөлшері сотпен өндірілетін алимент мөлшерінен аз болмауы тиіс. Егер де алимент төлейтін ерлі-зайыптының бірі келісімде көрсетілген уақыттан өтіп кетсе, я төлемесе, я болмаса бас тартса, онда бұндай жағдайда алимент өндіру үшін сотқа жүгінуге болады. Сотта алиментті қалай өндіреді? Алимент төлеу туралы келісім бұзылса, ерлі-зайыптының бірі материалды көмек көрсетпеген жағдайда сот арқылы алимент өндіріледі. Сотқа қандай құжаттар қажет? Жазбаша түрде өтініші болу керек, жеке куәлігі, туу туралы куәлігі балаларының,
кәмелет жасына толмаған. Неке қию туралы куәлігінің көшірмесі, некені бұзу туралы куәлігінің көшірмесі. Егерде некеде болмаған жағдайда туу туралы, балаларының туу туралы куәлігінің ішінде әкесі көрсетілген болса, сотқа алимент өндіруге құқығы бар. Алименттерді өндіріп алу туралы талаптар бойынша талапкер мемлекеттік баж төлеуден босатылады. Сіздерге бергім келген ақпараттар осылардан тұрады. Хош, сау болыңыздар.